Ассалаумағалейкум. Бүгін 1 ақпан сәрсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Алдымен аңдатпа. Бүгін дүниежүзілік универсиада ойындарының 3-ші күні. Қазақ елінің спортшылары қандай нәтижеге қол жеткізді? Атбасар тұрғындарына көктемгі тасқыннан қауіп жоқ. 9 километрға жуық созылған бөгет күрделі жөндеуден өтті. Шымкентте екі бірдей музыкалық мектептің ғимараттары апатты деп танылып, 1000 жарымнан астам бала жалға берілетін мекемелерде оқып жүр. Жаңа өнер мектебі қашан пайдалануға беріледі? Бүгін елбасы Пәкістан Ислам Республикасының премьер-министрі Наваз Шарифпен телефон арқылы сөйлесті. Тараптар екі ел байланысын тереңдету жайын талқылап, Біріккен ұлттар ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясындағы серіктестік мәселелерін қозғады. Сондай-ақ Пәкістан премьерінің Қазақстанға 2015 жылдың тамыз айында жасаған ресми сапары кезінде қол жеткізілген келісімдердің орындалуына оң баға берді. Өз кезегінде Наваз Шариф Нұрсұлтан Назарбаевта наурыз айында Исламабадта өтетін экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға шақырды. Айта кетейік, телефон арқылы сөйлесуге Пәкістан тарабы бастама жасаған. Елбасы жолдауын халыққа кеңінен түсіндіру үшін мәжіліс депутаттары ертеңнен бастап өңірлерге аттанады. Бұл туралы бүгін Төменгі палата төрағасы Нұрлан Нығматуллин мәжілістің жалпы отырысында айтты. Алдағы уақытта парламент шығаратын заңдар президент жолдауына құқықтық негіз беруге бағытталады. Осы тұрғыда спикер депутаттық корпустың алдында тұрған мақсат міндеттерге тоқталды. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауы еліміздің тарихи белесін бастаған өте маңызды құжат. Онда елбасымыз Қазақстан дамуын жаңа бағыттарын белгілеп берді. Осы кезеңде әсіресе ұлттық экономиканың көтеруге ерекше көңіл бөлінді. Бұл ең алдымен халықтың әлеуметтік жағдайын күшейтуге ықпал етеді. Бұған дейін мәжілістің жалпы отырыстар ғана онлайн режимде таратылып келсе, енді үкімет сағаттарда тікелей көрсетілетін болады. Осылайша қабылданатын шешімдермен халықты тікелей таныстырып отыру көзделуде. Төменгі палата депутаттары бұл жолғы отырыста Сенат қайтарып жіберген жайылымдар туралы заң жобасын тиісті толықтыруларды ескере отырып мақұлдады. Сондай-ақ жоғарғы сот кеңесі туралы құжатты екі оқылымда қарап Сенатқа жолдады. Ел экономикасының қозғаушы күші шағын және орта бизнесте ісін жаңа бастаған жастарға мейлінше қолдау көрсетіп, жағдай жасау. Өндіріске заманауи технологияны белсенді енгізу арқылы өнімділікті арттыру міндетті тұр. Ал оны жүзеге асыруға елімізде тұрып жатқан барлық ұлт өкілдері атсалысуда. Бүгін Алматыда этномәдени бірлестіктердің белсенділері Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің мүшелері осы сұрақты қаузады. Қоғамдық келісімі бар, бірлігі бар, мемлекет қана тәуелсіздігін нығайтады. Жаңа технологияға байланысты қойылып отқан үлкен сұрақтардың бәрінің түбінде интеллектуалдық ұлттың қалыптасу сұрағы тұр. Қазақстанның әрбір азаматының саяси қоғамдық өмірге тікелей атсалысуына мүмкіндік жасау, тек қана мемлекеттік тілді терең білудің арқасында ғана мүмкін екенінде жоққа шығара алмаймыз. Президент жолдауы ел дамуының жаңа жолы көрсетілген құжат. Қазақстандағы саяси партиялар оған осындай баға беруде. Сондай-ақ онда айтылған экономикалың аграрлық секторын түбегейлі өзгертуге бағытталған реформаларды өндіріс, ғылым мен білім технологиялық жаңғырту бастамаларын жақтайтындықтарын мәлімдеді. Біз өзіміздің ұлттық экономикамызды қайтадан осы нарықтық жолына салып отырмыз. Тағы да біраз маңызды тапсырмалар бар болатын, бастамалар. Мысалы, осы жекеменшік бизнесті түрлі кедергілерден қорғау тапсырмасы. Президент өз жолдауында аграрлық секторды экономиканы дамытудың негізгі драйверін айландыруға болатындығын айтты. Біріншіден, аграрлық секторға көптеп жаңа инновациялық технологияларды енгізу керек. Екіншіден, аграрлық ғылымды дамыту үшін тиісті инвестицияларды көбейту керек. Үшіншіден, ауыл шаруашылығы өнімдерін тек қана шикізат ретінде емес, қайта өңделген сапалы өнім ретінде шығаруға біз бетбұрыс жасауымыз керек. Президент еліміздің болашақ дамуын, Қазақстанның үшінші жаңғыруын, яғни мемлекеттің экономикасын дамытуды қазіргі озық заманның технологиясын игеру мен меңгерумен байланыстырды.
Сондықтан да осы стратегиялық құжат біздің елімізді дамытудың биігіне алып шығатындығына біз сенеміз. Үкіметке Қазақстанның ұлттық технологиялық бастамасы деп аталатын елді үшінші жаңғырту жөніндегі 2025 жылға дейінгі дамудың стратегиялық жоспарын әзірлеу тапсырылды. Бұл біздің экономикалық өсімімізді арттырып, Қазақстанның дамыған 30 ел қатарына кіруіне мүмкіндік береді. Одан тыс, шикізаттық емес сала, еңбек өнімділігін арттыру, өндіріс шығындарын төмендету сынды маңызды дүниелер көрсетілген. Бірлік партиясы жолдауды қолдайды және қазақстандықтарды онда көрсетілген мақсатты іске асыруға шақырады. Шағын және орта бизнес тақырыбын әр қарай өрбітсек, студиямен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Әбдез Рахманұлы. Аймақтарда кәсіпкерліктің даму қарқыны қандай? Қазақстанның әр өңірі жаппай кәсіпкерлікті, соның ішінде отбасылық кәсіпкерлікті дамыту бағытында кешенді шаралар ұсынуға тиіс екенін білеміз. Бұл ретте Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында жетістік көп. Былтырдың өзінде кәсіпкерліктен 360 миллион теңгеге жуық кіріс кіріп, ішкі табыстың 3/1 құраған. Әсіресе отбасылық бизнес өркендеп келеді. Осы туралы кеңірек айтып беретін әріптесім Болат Көкенайұлының сюжетіне назар аударсақ. Сараптаманы содан кейін жалғастырамыз. Өткен жылы Үржар ауданында жаңадан 37 кәсіпкерліктің саны ашылып, 110 адам жұмыспен қамтылған. Алмақаншылық Тоқтасын Ақсақалдың отбасылық бизнесіне 20 жыл толыпты. Наубайханасы мен шағын дүкені бар. 35 жергілікті тұрғын еңбек етеді. Өз өнімдерімізді нарықтан әлдеқайда төмен бағамен сатамыз дейді кәсіпкер. Таяуда жаңа мейрамхана тұрғызыпты. Әрбір жолдаудың сыртында біз Сықылды ауылда тұратын азаматтарға көп жақсылықтар жатқанын біз көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп жүрміз. Дамып келе жатқан кәсіпкерлерге қатты көңіл бөліп, оның жұмысын дамытуға толық жағдай жасап отыр. Тек жұмысыңды дұрыс істе, уақытында налогың дұрыс төле. Тоқтамыс Ақсақал отбасылық бизнесті біртіндеп балалар мен немерелер жүргізгенін қалайды. Ал Қаратал ауылындағы ағайынды Төлепбаевтар бірлесіп мал бордақылау алаңын ашқан. Үкіметтен жеңілдетілген мөлшермен 9 миллион теңге несие алып, асыл тұқымда ірі қара өсіріп отыр. Елбасының биылғы жолдауындағы кәсіпкерлікті дамытуға байланысты тың жаңалықтар ауыл халқына да серпін беріп отыр. Екінші басымдық бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту. Біздің стратегиялық мақсатымыздың бірі елдің ішкі жалпы өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 2050 жылға қарай кем дегенде 50% болуын қамтамасыз ету. Бұдан былай Қазақстан азаматтары өз бизнесін жүргізу үшін ауылда да, қалада да 16 миллион теңгеге дейін шағын несие ала алады. Кепіл жетіспеушілігіне тап болған жолыққан кәсіпкерлерге қала кәсіпкерлігіне даму қорын бойынша 85%-ға дейін кепілдеме берілетін болады. Ал ауыл кәсіпкерлеріне ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры өз тарапынан кепілдендіру бойынша қолдау көрсетіп, жаңа айтып өткендей, өте бүгінгі таңда төменгі пайыздық үстемақымен 6%-пен несие берілетін болады. Бұл ретте елбасы жолдауында көрсетілген нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының маңызы зор болмақ. Әсіресе қолынан іс келетін, бірақ қалтасы жұқа азаматтар үшін бұл бастаманың берері мол дейді сарапшылар. Болат Көкенайұлы, Нұрлан Жақыпбек, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы. Қорытынды жаңалықтар Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарынан. Жақсы нәрсе екен, жеке азаматтың ашқан кәсібінің пайдасын айналасындағылар көріп жүр. Қаншама адам жұмыспен қамтылды. Талай отбасы осы жерден нәпақа тауып отыр. Яғни, бұл шағын және орта бизнестің қарапайым адамдар ел экономикасы үшін маңыздылығының нақты көрінісі. Осы жолғы жолдауда елдегі кәсіпкерлік қанатын кең жаю үшін жолай кездесетін түрлі әкімшілік бюрократиялық кедергілерді мейлінше кеміту жөнінде тапсырма берілген. Тұсауын шешкен жылқының жорта жөнелетіні секілді кедергілер азайған соң кәсіпкерліктің де жоғары қарқынмен дамитыны анық. Оның үстіне шағын бизнеске дем беру үшін несиелендіру көздері мен жолдары көбейетін болды. Енді азаматтар кәсіпкерлікпен айналысқысы келсе, мейлі ауылда, мейлі қалада тұрсын, 16 миллион теңгеге дейін несие ала алады. Әрине, пайызы біршама төмен болады. Бұл осы уақытқа дейін беріліп келген несиеге қарағанда 3 еседей көп. Билік кәсіпкерлердің ісіне араласуды мейлінше азайтады. Ұйымдастыру жұмыстарының көбін кәсіпкерлер палатасына беріп жатыр. Кей облыстарда орталықтан жіберілген несиені кімге қанша беруді кәсіпкерлердің өздеріне сеніп тапсырған. Бұл біріншіден бюрократия жемқорлықты азайтады. Екіншіден,
кәсіпкер қайсыке қанша ақша керек екенін шенеунікке қарағанда әлдеқайда жақсы біледі. Несиенің тиімділігі артады деген сөз. Кәсіпкерлер өздері бөліп жатыр. 100%-ға дейін сол ақша қайтып жатыр. Өйткені кәсіпкерлер өздері ауданға дейін жетіп, біздің аудандағы филиалдардың бәрі кәсіпкерлерді оқытады. Ауылда өзінің әлі ешнәрсе бастай алмайтын. Оған бизнес планын жасап береді. 1 жылға дейін көмектеседі. Микрокредитті қағазсыз көп кетсе 1 айдың ішінде алатын ықтимал жасайды. Егер оның кепілдік залогы жетпесе, сондағы жергілікті кәсіпкерлер соған өзінің гарантын береді. Әрине, мұндай шарадан соң кәсіпкерліктің қадамы аршындай түседі. Оны үрдіске айландыру үшін елбасы үкімет пен әкімдерге биылғы 1 шілдеге дейін бизнесті қайта реттеу жөніндегі жүйелі шаралар әзірлеуді жүктеді. Дамыған елдердің озық тәжірибесі мен жетілген стандарттары енгізіледі. Мұндай жұмысты әсіресе өңірлерде жүргізу маңызды. Бұл елдегі ішкі жалпы өнімнің басым бөлігін шағын және орта бизнестің үлесінде болу үшін жасалуда. Масштабное дерегулирование экономики. Экономиканы қайта реттеудің пайдасын бірінші кезекте шағын және орта кәсіпкерлік көретін болады. Өйткені ірі бизнестің өз мүддесін қорғайтын заңгерлері, кеңесшілері бар. Ал орта кәсіпкер ондай штатта ұстайтын шамасы жоқ. Біз қабылдайтын құжаттар кешені шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған болады. Мемлекет кәсіпкерлікті дамыту үшін кей қызмет көрсету міндетін жеке меншікке бере бастады. Мына мәліметке назар аударыңыз. Өткен 3 жылда мемлекет 40 мың бүлдіршінге арналған 189 балабақша салыпты. Ал осы уақыт ішінде жеке кәсіпкерлер 100 мың орынға арналған 1300 балабақшаны пайдалануға берген. Айырмашылығын сезіп тұрған боларсыз. Мемлекет пен жеке меншіктің серіктестік аясы ары қарай да кеңейе беретін болады. Елбасы халыққа жолдауында осылай деді. Өйткені бұл әдем әдістің тиімділігін екі жақта сезініп отыр. Ғани, біздің сараптама осындай болды. Шынында да балабақшаға қатысты сандар ойлануға тұрарлық екен. Ақпаратыңызға рахмет. Бизнес тақырыбын жалғастырсақ, жаңа айтып кеткеніміздей, халықты жаппай кәсіпкерлікке баулып 2050 жылға дейін жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесін 50%-ға жеткізу керек. Елбасы жолдауындағы басым бағыттардың бірі осы. Мемлекет басшысы еңбек етемін деген іскер азаматтарды мейлінше қолдау қажеттігін қадап айтты. Бұл қаржылай және құқықтық көмек, салық жеңілдіктері, сондықтан кәсіпкерліктің сорпасында қайнаған кәнігі мамандар үшін өткір. Олардың пікірін аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. Қарағандылық кәсіпкер Гүлнар Смайылова 3 жылда 3 бірдей балабақша ашып, 760 бүлдіршінді бөбекжаймен қамтамасыз еткен. Бұдан бөлек 150 адамға жұмыс тауып берді. Бұл жетістікке ол мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қол жеткізіп отыр. Ең бастысы енді бұл жүйенің екінші тынысы ашылып, одан әрі дамиды дейді іскер әйел. Себебі елбасы биылғы жолдауында мемлекеттік жекеменшік әріптестікті жандандыру арқылы елдегі әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту қажеттігін қадап айтты. Біз 2015 жылдың соңында қабылданған мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заң бойынша жұмыс істейміз. Сөз жоқ, бұл өте жақсы заң. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге қолдау көп, бірақ кейбір заң актілері әлі де жетілдіруді талап етеді. Елбасы жолдауынан соң осы заңға өзгерістер енгізіліп, оң нәтижелі жұмыс істейді деп сенеміз. Жұртты жаппай бизнеске баулу да елбасы жолдауындағы басым бағыттардың бірі. Кәсібін дөңгелетемін деген талапты жанға барынша демеу жасалуы қажет деді президент. Шағын несие шалғай ауылдарға жетіп, ондағы ағайынның қаржылық сауатын арттыру керек. Қазақстан аумағында жұмыс жасайтын кез келген кәсіпкер өндірген өнімінің қоймада ұзақ уақыт жатпай өткенін қалайды. Яғни тауарға сұраныс қажет. Елбасы жолдауынан соң бұл жұмыс бір жүйеге келеді деп сенеміз. Себебі шағын несиенің көмегімен жер-жерде түрлі кәсіпорындар көбейеді. Осылайша өнімге де тапсырыс артады. Стратегиялық маңызы зор құжатта шағын және орта бизнеске тұсау болатын кедергілерді жою жайы да анық жазылған. Бұл энергетика, коммуналдық шаруашылық, көлік және логистика салаларына қатысты. Осы мәселелер шешілген күнде кәсіпкерліктің де көкжиегі кеңейді дейді бизнес өкілдері. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демеспаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.
Осы орайда мынандай сандармен бөлісе кетсем, елімізде кәсіп ашқан азаматтарға былтыр 30 миллиард 8 миллион теңге шағын несие беріліпті. Бұл тек жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бөлінген қаржы. Ең белсенді аймақтардың көшін Алматы облысы бастап тұр. Берілген шағын несиенің орташа көлемі 4 миллион 483 мың теңгеден астам. Келесі кезекте Шығыс Қазақстан облысы 4 миллион 411 мың теңгеден астам. Сондай-ақ оңтүстік өңірлерде белсенділік байқалады. Оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облысында 3,5 миллион теңгенің жеңілдетілген пайызбен қайтарымды қаражаты берілген. Ал өзге аймақтардағы көрсеткіш орташа есеппен 2 миллион теңге шамасында. Шағын бизнестен ірі кәсіпкерлікке ойыссақ, Шымкентте Қазақстан Түркия инвестициялық форумына екі елдегі жетекші компаниялардың 500-ге жуық өкілі қатысты. Алғашқы күні шетелдік инвесторларға оңтүстіктің экономикалық мүмкіндіктері мен әр өңірдің ерекшелігіне қарай ашылған индустриалды аймақтар таныстырылды. Инвесторлар ішінде машина жасау, энергетика, тоқыма, құрылыс, ауыл шаруашылығы мен туризм саласының үздіктері бар. Бүгінгі таңда облыста шетелдік инвесторлардың көмегімен жалпы құны 3 миллиард ақш долларына жуық 18 жоба жүзеге асырылуда. Оның 6-ын түрік кәсіпкерлері қаржыландырып отыр. Şimdi şöyle biz iş adamları olarak Біз қазіргі таңда ішкі экономикалық мүмкіндіктерді зерделеп жатырмыз. Соған қарай қай сала тиімді және қолдауды қажет етеді, соған қаржы саламыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгінгі кездесу екі жаққа да тиімді болатынына сенімдімін. Медицина жағынан арнайы үлкен топ келіп отыр. Оның енді келген бүгінгі 8 мекеменің өзі, бұлар министрдің көлемінде келген мекемелер, солардың біргелікті осында жұмыс істейміз деген ниеттерін көрсетіп отыр. Онкологияға ең күрделі мәселе болып тұр. Поликлиникаларымыз дамыту, жедел жәрдем, соның барлығында жұмысын жүргізіп жатырмыз. Шетел жаңалықтарына ауысамыз. Сирия шиеленісін шешуге бағытталған келіссөздер кейінге қалдырылмақ. Тараптар Женевада өтетін жиында 8 ақпанда бас қосуы тиіс болатын. Енді кездесу 20 ақпанға дейін шегерілмек. Бұған не себеп? Әріптесім Зайнұр Байжігіт тарқатады. Кеш жарық Зайнұр, сонымен Сирия бойынша Женевадағы келіссөздер неліктен кейінге қалдырылды? Ғани, есіңізде болса, елімізде өткен 2 күндік кездесудің нәтижесі бойынша Ресей, Түркия және Иран тыныштық режимінің сақталуын бірігіп қадағалаймыз деп келіскен еді. Енді Астанада жасалған бұл келісімнің жүзеге асуына уақыт берілмек. Осы және өзге де жаһан жаңалықтарына алдағы топтамада толығырақ тоқталам. Астана процесі нәтижелі болды. Бұл жайда Біріккен ұлттар ұйымының Сирия бойынша арнайы өкілі Стаффан де Мистура мәлімдеді. Әсіресе жиынға алғаш рет қарулы оппозиция күштерінің қатысқанын, тыныштық режимін сақтайтын тетіктердің пайда болғанын атады. Енді осы келісімнің орындалу барысы 6 ақпанда Астанада Біріккен ұлттар ұйымының өкілдерінің қатысуымен өтетін кездесуде талқылануы тиіс. Астана процесінде оппозициялық күштердің 13 қарулы тобының өкілдері мен Сирия үкіметінің мүшелері болды. Тараптар қанды қырғынды тоқтатуға мүдделі. Ал оқ атпау режимін сақталуына Араб Республикасында жаяу әскері бар 3 ел – Ресей, Түркия, Иран кепіл болады. Сонымен қатар Сирия бойынша Женевадағы келіссөздер 20 ақпанда өтетіні белгілі болды. Осы аралықта оппозициялық күштер делегация құра алмаса, Стаффан де Мистура кездесуге қатысатындарды өзі іріктемек екен. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы сайлауға қатысудан бас тартты. Пан Ги Мун Оңтүстік Кореяның президенті болғысы келмейді, бірақ сарапшылар саяси дода өтпей жатып, оның жеңімпаз болатынын топшылаған еді. Ал Пан Ги Мун өз шешімін елдің саяси элитасынан көңілі қалуымен түсіндірді. Мен Оңтүстік Кореяның саясатын өзгертіп, елді біріктіруге бағытталған ниетімнен бас тартамын. Көп адамды үміттендіргенім үшін кешірім сұраймын. Әлем елдері енді Қытайды фабрикалар отаны деп санамайды. Мұны Американың IHC маркет орталығының зерттеуі көрсеткен. Мәліметтерге сай, Қытайда жұмыс күші арзан екенін мойындайтындар 50%-ға да жетпейді.
Соңғы жылдары елдегі жеке сектордағы орташа жалақы $740 дейін өскен. Ал бұл көрсеткіш Вьетнамда 212, Филиппинде 216, Таиландта $408 тең. Сондықтан ақш пен Европа елдерінің компаниялары Қытайдан біртіндеп кетіп жатыр екен. Зайнұр, онда көршілес елден кеткен компанияларды Қазақстан нарығына тарту мүмкіндігі туды ғой сонда? Дұрыс айтасыз Ғани, енді бұл мүмкіндікті жіберіп алмай, уақытында пайдаланып қалуымыз керек сияқты. Зайнұр, қызықты ақпарларыңа рахмет, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Елбасы жолдауымен қатар осы күндері қоғам қызу талқылап жатқан тақырыптың бірі конституциялық реформа. Билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу бойынша қазір өңір-өңірде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл жайлы әріптесім Мұхтар Абрайым айтып берсін. Мұхтар, конституциялық реформалар түсіндіру қарқыны қандай? Кеш жарық Ғани, қарқын жаман емес, ел арасында қазір бұл реформалар қызу пысықталып жатыр. Бізден бөлек билік тармақтарының өкілеттіктеріне қатысты өзгертулер шетелдіктерді де қызықтырады екен. Бүгін Қазақстандағы дипмиссиялар басшыларымен кездескен сыртқы істер министрі елшілерге саяси жүйені күтіп тұрған өзгерістер туралы айтып берді. Бұл жаңа лауазымға бір ай бұрын тағайындалған Қайрат Әбдірахмановтың дипломаттар алдында алғаш рет сөз сөйлеуі. Қазақстанда билік тармақтарының өкілеттіліктерін қайта қарау үрдісі басталды. Бұл біздің саяси жүйені демократияландыруға әкеледі және заманауи дамудың принциптеріне негізделген. Президент өзінің құзыретіндегі бірқатар өкілеттіктерді парламент пен үкіметке бермек. Сөйтіп, атқарушы биліктің тиімділігін арттырады. Министрдің айтуынша бұл демократияландыруға бастаған үлкен қадам. Негізінен бұл реформалар елдің көңілінен шығып жатыр деуге негіз бар. Сөзіме дәлел болсын Ғани, экранға зейін салып, Қарағанды облысының тұрғынының пікірін тыңдасақ. Сол билікті өздеріне беру, өзінің қаражатын өз жинап, өзіне тиісті берілген міндетті толық атқарсын деп отыр. Мұхтар, осы кезде сарапшылардың да пікірін білейік, мамандар не дейді? Конституциялық реформа уақыт талабы дейді олар. Бұл көшіріп алған тәжірибе емес. Қазақстанның өзінің даму жолының нәтижесінде қалыптасқан жаңа саяси жаңғырту атқарушы және заң шығарушы биліктің жұмысын ширатып, тиімділігін еселейді. Үкіметтің көп жағдайда парламенттің алдында жауапты болуы дұрыс деп танып отыр. Бұл жалпы әлеуметтік экономикалық дамудың нәтижесінде, қоғамның дамысының нәтижесінде келген бірден-бір белес болып табылады. Конституция дегеніміз бұл қоғамдық келісім шарт. Сондықтан қоғамды басқару үшін конституция осы қоғамға сәйкес келу керек. Біріншіден, бұл екі тармақ билігінің, яғни үкіметтің және парламенттің өзара жауапкершілігін арттырады, яғни екі жақты ықпалдасу болады. Яғни парламенттің рөлі үкіметке қатысты, үкіметтің де парламентке қатысты жағдай өздерінің арақашықтық жауапкершіліктер артады. Жергілікті мемлекеттік органдарға қатысты, жаңағы үкіметке кірмейтін мемлекеттік органдарға қатысты, мысалы, қандай да бір шешім қабылдаған кезде керісінше олардың бір-бірімен тез-тез тиімді жұмыс істеуіне қамтамасыз етеді. Айта кету керек, бұл реформалар бүкіл халықтық талқылауға шығарылған. Сондықтан бір ай көлемінде көпшілік өз ұсыныстарын айтып, ойымен бөлісуге құқылы. Ал арнайы комиссия олардың барлығын есепке алмақ. Қысқа қайырғанда осы Ғани. Тұшымды ақпарларыңа рахмет, Мұхтар. Ал біз хабарымызды жалғастырайық. Өңірлердегі жаңалықтарға ауыссақ, биыл Алматы облысы Жамбыл ауданының 6 ауылы орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Сондай-ақ мал басын асылдандыруда да іргелі істер бар. Бұл жайлы аудан әкімі Жандарбек Далабаев халықпен есепті кездесуінде мәлімдеді. Ауыл шаруашылығы дамыған өңірде ет өндірісі бағытында 3000 басқа арналған мал бордақылау алаңы салынған. Биыл 8000 тонна ет өңдейтін зауыттың құрылысы аяқталады. 600 бас ірі қараға арналған тауарлы сүт фермасы да іске қосылмақ. Сонда да атқарылар жұмыстар жетерлік. Әкім есебін мұқият тыңдаған тұрғындар аудан орталығына 150 орындық аурухана салу мәселесін көтерді. Және шалғай ауылдардағы көшелер жөндеп, егіс алқаптарын суаратын артық жүйелерін қалпына келтіру керектігі айтылды. Кейінгі кезде сол егін шаруашылығы және бақша шаруашылығына су жеткізу өте қиын болып тұр. Біздің күрті су қоймасынан ащы су ауылына шейін 72 шақырым.
каналдың ұзындығы. Сол каналдың 28 шақырымы ғана бетондалған, жаңағы каналдың асты және жиектері. Ауыл тұрғындарының ең қажетті сол жаңағы су мәселесі. Сумен қамтамасыз ету мәселесінде қазір мына биылғы жылы 1 миллиард 192 миллион теңге қаржы қарастырылған. Ол жаңа атап айтсақ, Чейін селолық округында 188 миллион, мына жаңағы Қоғамшыл ауылында 155 миллион теңгеге, және де басқа да 6 ауылға биыл мына қаржы қарастырылып отыр. Оның барлығы мына су жабдықтау мәселесімен жаңағы ауыл ішіндегі мына көшелер жөнделер жұмыстары әр уақытта біздің бақылауымызда. Қазақ тілінің басымдығы сақталады, оның әр қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Президент жолдауындағы бұл сөздер оқытушылар қауымын қуантып отыр. Айта кетейін, елбасы үкіметке 3 тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырған болатын. Себебі бүгінде ағылшын тілі жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі деп айқындалған стратегиялық құжатта. Мемлекеттік тілдің басымдылығы, мемлекеттік тілдің дәрежесі жоғары тұруға тиіс деген сөзді елбасы жолдауында тағы да көрсеткен. Біз осыған жаңағы қуанып отырмыз және оны толық қолдап отырмыз. Шымкент қаласындағы 2 музыкалық мектеп апатты деп танылды. 1,5 мыңға жуық оқушы жалға алынған ғимаратта білімін жалғастыруда. Аталған мәселе қашан шешімін таппақ? Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Міне бәрі түсіп жатыр, көрдіңіз бе? Міне бұлар бос. Бір ғасырлық тарих бар мына музыка мектебі өткен жылы апатты деп танылды. Іргесі сөгіліп, қабырғасы құлай бастаған ғимаратта білім беру қауіпті болғандықтан, мектеп ұжымымен 800-ге жуық оқушы өзге жерге көшірілген. Мектептің сыртқы ғимараты көзге жақсы көрінгенімен, оның негізгі құрамындағы, құрылысындағы кірпіштердің арасындағы цементтердің барлығы уақытты келе құмға айналып, әрине тозығы жетіп тұр. 103 жыл болған мектептің жарамсыздығын құрылыс бөлімінің сарапшылары анықтап берді бізге. Тап осындай себеппен қаладағы тағы бір музыка мектебі мекен жайын ауыстырды. Барлықтар шіріген, іштеріндегі балқылары уже еңкейіп жарылайын деп тұрған. Оны столбикпен тіреп қойған жерлерінде көргенбіз. Балдарымыз үшін қорқатын едік. Қалалық білім бөлімінің мамандары алдағы уақытта аталған мәселенің толықтай шешілетіндігін айтып отыр. Биылғы жылы жер мәселесі шешіледі, себебі ол мектептердің бұрынғы орындарының жер көлемі қазіргі сынып талаптарына сәйкес келмейді, аздық қылады. Бірінші кезекте мынау техникалық зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін жер мәселесі зерделенеді. 2020 жылға дейін Шымкент қаласында 4 музыка мектебі бой көтереді деп жоспарланған. Онда 25 мың баланың білім алуына жағдай жасалмақ. Мәселе шешілгенге дейін мектеп оқушылары білімін жалға алынған ғимаратта жалғастырады. Гүлмайра Қуатбайқызы, Наталья Цой, қорытынды жаңалықтар Шымкенттен. Өзге де тақырыптар. Алматы облысында ауа райы күрт бұзылып, Қапал Талдықорған автожолында 40 адам қар құрсауында қалған. Жедел хабар алған құтқарушылар оларға дер кезінде көмек көрсетіп қар құрсауынан алып шықты. 3 жүк машинасы мен 11 жеңіл автокөлікте қарға кептеліп қалған еді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің құтқару тобы арнайы көліктермен келіп, оларды қар құрсауынан құтқарды. Үсік шалғандар мен оқыс жағдайға кезіккендер жоқ. Ал Ақмола облысына қарасты Атбасар қаласы көктемге қызыл суға төтеп беруге дайын. Жабай өзенінің бойына биік бөгеттер салынып, жергілікті халықтың қауіпсіздігін күшейту жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Айта кетейін, шаһар талай рет табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккен еді. Тілші әңгімесі. Атбасарлықтар қызыл судың азабын бірнеше жыл қатарынан тартып келген. Осыдан 3 жыл бұрын 600-ге жуық үйді су басып қалған болатын. Былтыр топырақтан тұрғызылған дуал үлкен қауіптің алдын алды. Десе де шамамен 6 үй зардап шекті. Өткен жылдардың тәжірибесі жергілікті халыққа да, атқарушы билікке де үлкен сабақ болды. Сондықтан олар алдағы көктемге дайындықты бастады. На данный момент работает. Бөгеттің құрылысын аяқтады. Қазір қосалқы жабдықтарын нығайту жұмыстары жүріп жатыр. Су бөгетінің ұзындығы 9 шақырымға жоқ. Биіктігі өзен деңгейінен 7-7,5 метрге биік. Галина Дапкевичустың үйін 3 мәрте су шайған. Баспанасын қалпына келтіру үшін оған 500 миллион теңге берілді. Біз басымызға төнген қиындықпен бетпе-бет қалмайтынымызды түсіндік. Сондықтан құрылыс жүргізуді жөн көрдік. Жағдайымыз жақсы, әдеттегідей көктемді күтіп отырмыз.
Биыл қыста Атбасарда Ағылпа бұрынғыдан да қалың түсті. Қар уақытылы шығарылады. Тиісті техника мен төтенше жағдайдан сақтандыру орындар дайын. Ақпанда барлық арықтар тазартылады. Ал наурыздың басында өзен мұздарын жару жұмысы жүргізіледі. Достық Талғатұлы, Сәуле Құсайынова, Анатолий Полянный, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан. Солтүстік Қазақстан облысында онкологиялық аурулардан көз жұматындардың саны азайып келеді. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2016 жылдың қорытындысы бойынша теріскейде ол 11%-ға кемсе, сәйкесінше қатерлі ісіктердің анықтау көрсеткіші де осынша пайызға артып отыр. Оның үстіне науқастар қазір алысқа бармай-ақ Петропавлдың өзінде ем-дом шараларын қабылдауда. Өйткені аталмыш шаһардағы диспансер уақыт өткен сайын білікті дәрігерлер және қажетті қондырғылармен қамтамасыз етілуде. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Солтүстік қазақстандық 66 жастағы Валентина Новосельскаяға бірнеше күн бұрын операция жасалды. Ол 3 ай бұрын өзін жайсыз сезіне бастаған екен. Дер кезінде дәрігерлерге қаралып, тік шегінде қатерлі ісік бар анықталған. Чувствуется, что улучшение есть. Қазір жағдайым едәуір жақсы, енді ақырын тұрып көрсем деген ойым бар. Ақ халаттыларға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Ота сәтті жасалды. Бастысы ауруды асқындырып алмай, уақытылы тексеріліп тұру қажет. Жалпы 2015 жылмен салыстырсақ, былтыр өңірде онкологиялық аурулардың ерте сатысында анықталу деңгейі өскен. Бұл ең алдымен халық арасында жүргізілген үгіт-насихат жұмыстарының нәтижесі дейді мамандар. Өткен жылы дәрігерлер 1,5 мыңнан астам адамға операция жасапты. Осының арқасында өлім-жітім көрсеткіші 11%-ға азайған. Қазір халық бұрынғыдай емес, уақытында келіп жатыр. Скринингтің орындалуы 90-94%-ға жетіп жатыр. Ол өте биік көрсеткіш. Соның арқасында біз осы обыр ауруын ерте стадияда тауып, біздің оларға көмегіміздің нәтижесі биік болып жатыр. Уақыт өткен сайын өңірдегі онкологиялық орталықтың материалдық техникалық базасы да жақсарып келеді. Бұл мақсатқа соңғы 4 жылда ел қазынасынан 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Енді биыл заманауи сандық маммограф қондырғысы сатып алынбақшы. Келешекте орталықтың ғимаратын жаңарту жоспарда бар. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар, Петропавл. Дүбірлі спорт одасы тақырыбына ауысайық. Сонымен дүниежүзілік универсиада ойындарының 3-ші күні медальдар жиынтығы бойынша қазақ елі 2 алтын, 2 күміс және 4 қола жүлдемен 2-ші орынды сақтап қалып отыр. 3-ші орын Қытай командасында көршілес елдің спортшыларында да 2 алтын, 2 күміс, алайда қола жүлде әзірше 3. Ал 1-ші орында 10 алтын, 7 күміс, 3 қола жүлдемен Ресей спортшылары топ жарып тұр. Алматыдағы қысқы универсиада ойындары аясында бүгін тау шаңғысы мен конькиден және шаңғы қос сайысынан жүлдегерлер анықталды. Қазір шаңғы мен тұғырдан секіруші жігіттер арасындағы бәсеке басталады. Алатау етегіндегі аламанда жүрген спорт шолушымыз Қанат Базылхан жалғастырады. 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада ойындарының 3-ші жарыс күні 9 медальдар жиынтығы өз иесін табады. Соның екеуі шаңғы мен тұғырдан секірушілерге тиесілі. Әйелдер арасындағысында Қазақстан атынан тек Даяна Ахметвалиева жарыс жолына шықты. Ал ерлер арасындағысында Қазақстан намысын 4 бірдей спортшы қорғайды. Мамандар Сабыржан Мүмінов пен Сергей Тканчикадан үміт күтеді. Медеуде конькиші қыз-жігіттер 3000 және 500 метрлік қашықтықта сынға түсті. Бұл сайысқа Қазақстан атынан Татьяна Климчук, Мария Сизова және Эльвира Халқова қатысты. Олардың арасынан Татьяна Климчук үздік нәтиже көрсетіп, жүлделі орынға сәл жетпей қалды. Қазақтың спорт және туризм академиясының студенті 3000 метрлікті 4 минут 28 секунд уақытта аяқтап, 5-ші орынға табан тіреді. Белорус қызы Мария Зуева қысқы универсиада чемпион атанды. Ерлер арасындағы 500 метрлікте қазақстандық Роман Креч 7-ші орынды қанағат тұтты. В этом сезоне Роман Креч осы маусымдағы әлем кубогында алтын медаль жеңіп алды. Бұл жеңіс оның өміріндегі алғашқы үлкен жетістігі. Мен Романға осы универсиада ойындарында сәттілік тілеймін. Оның медаль алуға мүмкіндігі бар. Бүгін мәнерлеп сырғанаушылардың да жарысы басталды. Алматы арена мұз айдынына алдымен қыздар шықты. Қысқы спорт түрлерінің төресі саналатын сында 31 спортшы бәсекеге түсті. Қазақстан атынан Айза Мамбекова мен Вероника Шевелева және Жансая Адыханова шеберліктерін паш етті. Бұл спорт түрінде ресейліктердің шоқтығы биік тұр. Бүгін қысқа бағдарламадан кейін Елизавета Тоқтамышева топ бастады. Жеңімпаздар ертең анықталады. Бірінші секірім Сальхов тұлып, үш айналым Сальхов, екі айналым тұлып болу керек еді. Бірақ өкінішке қарай
сәті келмеді деп. Шын айтсақ, өте шулы, өте ыстық қабылдағаннан кейін шығар, білмеймін. Тау шаңғысының шеберлері де универсиада ойындарының кезекті жүлделерін сарапқа салды. Алатаудың етегіндегі Шымбұлақ кешенінде нәзік жандылар супер комбинация бағдарламасы бойынша мықтыларды анықтады. Шаңғы қоссайысында да жерлестеріміз жүлдеге жақындай алған жоқ. Қанат Базылхан, Эдуард Кан, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Ал қазір назарларыңызға дүниежүзілік универсиаданың ең әдемі көріністерін ұсынамыз. Бірге тамашалайық. Алина Райкова. Эфир соңында аңдатпа елбасының Дубайға сапары туралы энергияның жаңа құрылымы атты деректі фильмді бүгін хабар арнасынан кешкі 8-ден 25 кеткенде көріңіздер. Ал жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағымда хабармен бірге болайық ағайын.